Сәлем достар. Жануарлар әлемі туралы шексіз айтуға болады. Бүгін біз планетамыздағы ең бір түрлі және оғаш мінез құлықты жануар туралы айтамыз. Кеттік. Тізімімізді ет қоректі ұлулардан бастаймыз. Сіз ұлуларды тек шөп пен жапырақ жейді деп ойлайсыз ба? Мүлдем олай емес. Дүние жүзінде кәдімгі жауын құрттармен қоректенетін жыртқыш ұлулар бар. Олар ұзын құртты бейне бір спагетти макаронын сорғандай, аузымен оп-оңай тартып, сорып жұта салады. Бұл көріністі көргеннен кейін, ұлуларға деген көзқарасыңыз өзгеретіні анық. Екінші орында өз-өздерін құрдымға жіберетін құмырсқалар. Бұл көшпелі құмырсқалар толықтай соқыр болады. Жүрген кезде әрқайсысы артында арнайы иіс, феромон қалдырады. Ал қалғандары сол иіспен жүреді. Бірақ кейде олар қателесіп, өздерінің жүріп өткен жолының үстінен қайта шығады да, үлкен шеңбер жасап қалады. Соқыр жәндіктер бір-бірінің соңынан еріп, шеңбер бойымен шексіз айнала береді. Олар бұл тұзақтан шыға алмай, ақыры аштық пен шаршаудан жаппай қырылады. Үшінші орында ағашқа өрмелейтін ешкілер. Бұл ешқандай да фотошоп емес. Бұл көріністі солтүстік Африка, әсіресе Марокко өңірінен жиі кездестіруге болады. Бұл аймақта жердегі шөп өте аз әрі құрғақ болғандықтан, ешкілер азық іздеп ағаштардың басына шығуға мәжбүр. Олар биік ағаш бұтақтарында кәдімгі акробаттар сияқты тепе-теңдікті тамаша ұстап тұрады. Азиялық брызгун балығы жәндіктерді ұстаудың өте ерекше тәсілін ойлап тапқан. Ол су астында тұрып, нысананы дәл көздейді де, аузынан күшті су ағынын атқылайды. Бейне бір су тапаншасы дерсің. Жапырақтағы жәндік су тигенде соққыдан суға құлайды. Ал қу балық оны бірден жұтып үлгереді. Нағыз снайпер. Бесінші, алдыңғы жағдайда мүлдем қарама-қайшы оқиға. Бұл жерде балалары анасын тірідей жейді. Кішкентай құрттар анасының терісін тірідей сыпырып жеп қояды. Бірақ шошымаңыз, бұл табиғи процесс. Анасы осы сәтке арнайы дайындалып, өз терісіне қажетті май мен қоректік заттарды жинайды. Балалары теріні толық жеп тоқтаған соң, анасының денесінде 3 күннен кейін жаңа тері өсіп шығады. Міне, ананың бала үшін жанқиярлығы. Алтыншы орында кішкентай ғана балық. Бірақ ол нағыз ландшафт дизайнері. Бұл балық су түбіндегі құмды күні-түні 24 сағат бойы, бір апта бойы тынымсыз қазып, керемет күрделі геометриялық өрнектер жасайды. Табиғатта мұндай мінсіз әрі күрделі архитектуралық туындыны жасай алатын басқа ешқандай жануар жоқ. Ал бұл шедеврдің бар болғаны бір ғана мақсаты бар. Ұрғашы балыққа ұнау және оның жүрегін жаулау. Махаббат не істетпейді. Су астында мазасы қашқан балықтар. Сыртынан қарасаң, оларға жан-жақтан шабуыл жасалады. Жоғарыдан құстар, су астынан дельфиндер мен акулалар тыным бермейді. Қашатын жер қалмағанда бұл балықтар не істейді? Олар ұшып кетеді. Қателескен жоқсыз, әлемде ұшатын балықтар бар. Жыртқыштардан қашқанда олар су бетінен көтеріліп 200 метрге дейін ұша алады. Балық емес, кәдімгі ұшақ дерсің. Және соңғысы пілдер. Пілдердің несі оғаш болуы мүмкін дерсіз? Олар жануарлар әлемінің нағыз императорлары. Киноларда пілдерді табиғаттың ұлы жаратушысы ретінде сыйлайды. Түсінікті. Бірақ кинолар пілдердің бір өте жиіркенішті құпиясын айтпай кетеді. Пілдер өз серіктерінің тезегін, боғын жейді. Піл тұмсығын екінші пілдің артына тығып, тезегін алып аузына салады. Себебі пілдің тезегінде олардың ас қорыту жүйесіне өте қажетті, бірақ өз асқазандарында аз кездесетін маңызды бактериялар бар. Егер видео ұнаса, міндетті түрде лайк басып, достарыңмен бөліс және арнамызға жазыл.